Кішкентай балалармен жұмыс жасауда жіберілетін 5 қателік. Біз режиссерлар кейде кішкентай баланы отырғызып қойып, барынша осы жасайын деп жатқан дүниенің режиссерлық ойын, түпкі ойын түсіндіруге тырысып отырамыз. Бұл қателік. Өйткені бала бәрібір оны түсінбейді. Бұл баланың кинодағы, спектакльдегі алатын ең алғашқы травмасы. 2. Біз балаға көркемдеп ойнауды тапсырмақ береміз. Көрсет, ойна, көркемде, әдеміле, жеткіз деген талаптарды қойып жатамыз. Білімі бар, оқыған дипломы бар актерларға қойылатын талапты біз кішкентай балаға қоямыз. Жоқ, есіңізде болсын. Баладағы бар органика, яғни шындық, үлкендерде жоқ. Біз үлкендер кейде асыра сілтейміз, кейде бір нәрсені жасауға тырысамыз. Бала ешқашан жасамайды. Бала қалай бар солай ойнайды. Біз балаларды алдамаймыз. Алдау керек. Ой, қандай керемет ойнап жатсың. Міне, нағыз өнер шебері. Жалпы маған осындай бала керек еді. Мына бала қайдан жүр осы уақытқа дейін? Міне керемет. Енді мен сезе бастадым мына нәрсені. Мына балаға қарасаңдаршы қалай ойнап жатыр, қаршадай бала. Деген сияқты мотивациялық ақылдармен, мотивациялық бір дүниелермен баланы шабыттандырып отыр. Өйткені ол көркемдей алмайды. Өйткені бала мақтауды жақсы көреді. Таныстың баласын ойнату. Продюсердің, спонсордың, таныс бір адамның, площадкадегі актердің, білмеймін, өзіңнің туған ініңді, қарындасыңды, сіңліңді алып келіп ойнату. Таныстың баласын ойнататын болсаң, сенің жұмыс жасау жүйең мүлдем өзгеріп кетеді. Өйткені ол ойнамайды. Ал сен одан ойын күтпейсің. Сен оның мамасы мен папасының көңілінен шығу үшін әрекет жасайсың. Режиссура жайына қалды. Боже, какой типаж! Браво, браво! Поразительно. Гениально. Және соңғы 5-ші қателік. Баланың партнеріне назар аудармау. Біз режиссерлар баланың эпизодына, оның партнеріне қатты назар аударуымыз керек. Өйткені кейбір актерлар болады, ересектер. Бала көрсе шаштырып кететін. Кейбір балалар ересектерден қашып кетеді. Оның аурасы сондай болады, баланы сүймей тұрады. Балаға деген икемі мүлдем жоқ, мен сияқты. Міне соларды біз тазалауымыз керек. Кейде алаңда актрисалар болады, актерлар болады, баланы өзі-ақ тартып алады өзіне. Өзіне тартып алады, оған режиссердің енді қажеті жоқ. Осыған кішкене назар аударып жіберетін болсақ, біз үлкендерді де, кішкентайларды да өзімізге оңтайлы пайдалана аламыз. Сіздермен бірге болған режиссер, актер, педагог Жолдас Еркебұлан. Жолдасов продакшн.